Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз қисық бетімен жұмыс. Алдымен өткен сабаққа тоқталайық. Графикалық редакторда қисық сызықтар сызуға бола ма? Қисық сызықтарды қандай жағдайда пайдалану тиімді? Бүгінгі сабақта үйренетініміз қисық сызықтармен жұмыс жасау, векторлық суреттерді құру. Біз алдымен түзу сызықтарды салуды үйреніп алайық. Ол үшін безе қисықтарын және түзу сызықтарды салу құралы қолданылады. Бұл құрал үшін үнсіз келісім бойынша безе қисықтары нұсқасы орнатылған. Безе қисықтарын және түзу сызықтарды салу құралын таңдағанда жұмыс аймағының жоғарғы жағында сызықтар типін өзгертетін қосымша батырмалар пайда болады. Ол батырмалардың қызметтеріне тоқтала кетейік. Суреттегі құрал саймандар. Бірінші безе қисығын салу. Екінші спиро қисығын салу. Үшінші без план қисығын салу. Төртінші кез келген бағытта түзу сызық салу. Бесінші көлденең және тік сызықтарды салу. Қисық сызықтарды қалай сызамыз? Қисық сызықтарды салу үшін безе қисығы және түзу сызықтарды салу құралын таңдау керек. Қисық сызықтарды әртүрлі режимде сызуға болады. Безе қисығы ерікті қисық сызықтарды салуға мүмкіндік беретін графикалық редактор құралдарының бірі. Осы режимдер арқылы суреттер салуға болады. Ол үшін безе қисығын пайдаланып, гүлдің күлтелерін саламыз. Оның көшірмесін жасап, күлтелердің үстіне орналастырамыз. Үстел палитрасынан қажетті түстермен безендіріп бояймыз. Жапырағын да қисық сызу батырмасының көмегімен саламыз. Жапырақты бояғанда градиентті бояу қолданамыз. Суреттердің аумағын белгілегенде кішкентай бағыттаушы жебе пайда болады. Қосымша мәзір арқылы ерекшеленген аумақтың көлемін өзгертуге, бұруға, үлкейтіп кішірейтуге, бір орыннан екінші орынға жылжытуға, көшірмесін жасауға болады. Салынған суретті 90 градус сағат тілінің бағытымен вертикал, горизонтал және қарама-қарсы бағыттарға төмендегі батырмалардың көмегімен бұруға болады. Суреттер мен кескіндерді түрлендіру үшін құрал саймандар тақтасынан контур түйіндерін өзгерту құралын таңдаймыз. Контур түйіндерін өзгерту құралын таңдағанда, контур түйіндерінің барлығын көре аламыз. Қажетті түйінді таңдап, тінтуірдің сол жақ батырмасын ұстап тұрып, оны жылжыту керек. Түйінді таңдаған кезде кескінде қосымша түйіндер пайда болады. Түйінді өзгерту құралының көмегімен кескінді 2 рет черту арқылы оған қосымша түйіндер қосуға, суреттің өлшемі мен пішімін өзгертуге болады. Енді осы тақырыпқа байланысты сұрақтарға жауап берейік. Безе қисығы деген не? Қисық сызықтарды салудың қандай режимдерін білесің? Қисық сызықтармен сызылған суреттердің бағытын ауыстыруға бола ма? Суреттерді қандай бағыттарда бұруға болады? Суреттердің көлемін қалай өзгертеміз? Келесі себебін анықтайық. Не себепті суреттің көлемін өзгертеміз? Нысанға градиент қосу неге маңызды? Контур түйіндерін өзгерту құралы не үшін қолданылады? Компьютерде орындайық. Бірінші, графикалық редакторды қолданып жапырақтың суретін сал. Ол үшін жапырақ салу үшін безе қисығын қолдан. Жапырақтың бірнеше көшірмесін жаса. Жапырақтардың әрқайсысын әр бағытқа бұр.
түстер палитрасы мен жапырақтарды боя. Екінші тапсырма. Қисық сызықтарды пайдаланып, үлгідегі кеменің суретін салып, бояп, өңде. Үшінші. Қисық бетімен жұмыс тақырыбы бойынша дискідегі тапсырманы орында. Бірінші тапсырма. Безе қисығын және түзу сызық салу құралдарын тап. Салынған қисық суреттерді сәйкес батырмаларын тауып орналастыр. Тиісті сөздерді пайдаланып, сөйлемдерді толықтыр. Келесі тапсырма талдап салыстырайық. Суреттерді салыстырып, ойыңды айт, олар қандай құралдардың көмегімен салынған? Келесі тапсырманы дәптерде орындаймыз. Мына суреттегі өзің білетін құралдардың атауын және қызметін дәптерге жаз. Үйге тапсырма. Сен көркем еңбек пәнінен ою-өрнек туралы ақпараттар алдың. Қандай ою-өрнектер салған ұнайды? Интернеттен ою-өрнектер және олардың атаулары туралы ақпараттармен танысып, сыныптас достарыңмен бөліс. Бүгінгі сабағымызды ауа райы арқылы қорытындылайық. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.